Елімізде жалпыға бірдей декларация тапсыру мерзімі бір күнге ұзарды. Осылайша салық есебін өткізу мерзімі 16 қыркүйек күні аяқталады. Бұл туралы Алматы қалалық мемлекеттік кірістер департаменті хабарлады. Жалпы биыл кімдер декларация тапсыруға міндетті, оны уақытылы өткізбеген жағдайда жазаға тартылатыныңызды білесіз бе? Алматылық тілшіміз Жадыра Омаржан тарқатады. Қазақстанда жалпыға бірдей декларациялаудың аяқталуына бар жоғы 5 күн қалды. Биыл салық төлеудің соңғы күні демалыс күніне түскендіктен мерзімі автоматты түрде бір жұмыс күнге ұзарды. Осылайша енді жұрт декларацияны 15-і емес, 16 қыркүйекке дейін тапсыра алады. Жеке кәсіпкер Дәурен Қажыбаев мұндай мүмкіндікті жіберіп алмау керек деп отыр. Уақыттың тығыздығын сылтаурата бермей, салық есебін уақытлы өткізгенді жөн санайды. Салық комитетінің бір күн созғаны біздің декларация өткізуімізге өте бір тиімді жақсы жағдай болды. Оны естіп қуанып қалдық. Өзімді өте алмай жүрген едім. Соны пайдаланып өттім. Өзім таныстарыма, жеке кәсіпкерлерге соны қазірде айтып жүрмін. Пайдаланып өте болыңдар осы. Биыл мүлік туралы деректі бизнес өкілдері мен жеке кәсіпкерлер және олардың жұбайлары тапсырады. Декларацияда 2023 жылдағы жағдай бойынша мәліметтер берілуі тиіс. Олар елдегі және шетелдегі активтері туралы ақпаратты көрсетеді. Айтпақшы, декларацияны мерзімінен кешіктіргендер әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Бірінші рет ескерту берілсе, екінші рет 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Салық төлеушілерге өз салық міндеттемелерін уақытылы орындау үшін ыңғайлы электрондық сервистерді пайдалануды ұсынамыз. Бұл салық төлеушінің кабинеті арқылы және де электрондық үкімет порталы арқылы егов.kz, мобильді қосымшалар арқылы Е-салық азамат, егов мобайл арқылы және де Каспий халық қосымшалары арқылы тапсыруға болады. Айта кеткен жөн, елімізде декларация тапсыру 2021 жылдан басталды. Ол кезде мемлекеттік қызметкерлер мен олардың жұбайлары тапсырған. Қаржы министрлігі биыл 2 миллионнан астам жеке тұлға декларация табыстау қажет деп отыр. Жыл басынан бері олардың 46%, яғни азаматтардың 1 миллионнан астамы өткізіп үлгерген. Жадыра Омаржан, Рашид Жексенбай, Атамекен бизнес.